Таң шұғыласы атырапқа тіршілік нұрларын таратқанда, адам баласының ұшқыр қиялы әлемді шарлап кетеді. Қамсарлық таман жол алар екенсең, қадды тіп-тік сидам қамсылардың тербелісі кімді болса да өз құшағына шарлайды. Ана жердің көксін жарып, көкке бой созған қамсылар бұл шәппік һәм өнерлі қоллардың арқасында тұрмыс мұқтажлығы үшін зәрур нәрсеге айланады. Табиат ол тілсімлі дүние. Адам баласына кәсіп кәрі менен өнерді де, минет ету менен бірге көз салықты да үйретіп отырады. Он бармағы өнер шебер халқымыздың ұқыплы ұл қызлары бабалардан мирас даңқы жолды дауам еттіріп келатыр. Тарихи бес қаланың бірі Шымбай әзелден өнерлі инсанлар маканы. Қари құру іслері атадан балаға өтіп отырған кәсіпкер саналады. Шымбайлы қыз Құндыз Құрбанова жаслығынан тарих, этнография іліміне қызықты. Дәуір нәпесінен нәр алған іспілермен қыз халқымыздың милли өнерменшілігі болған қол өнеріне ықылас қойды. Өнерін басқаларға үйретуді мақсат еткен ол өзінің атына кіші кархана шөркеместіріп, өнерменшілік пенен шұғыланушы қызларды жұмыспенен тәмінледі. Құндыз кішкенелігінен зейінлі өсті. Ол мектепте оқып жүрген уақытынан баслап-ақ өзінің тіккен милли киімдері менен har қилы таңлауларға қатынасып барды. Талант оны танытты.
Ташкент қаласында өткерілген қолы гүл өзбек хаялы көргізбесіне өз өнімлері менен қатынасқан қызлардың қол минетлеріне Япониядан келген мейманлар да қаридар болды. Ташаббус 2009 таңлауында болса, республикалық басқышта бірінші орын жеңімпазы болып, Өзбекстан көлемінде өткерілген басқышта жылдың ең жақсы жас өнерменті номинациясына лайық деп табылды. Ол Іспілермен хаял Шөлкемнің ақсасы. Қарап отыру жанына жат. Хаял қызлардың зеректілігі қожалықтың парауанлығын тәминлейді. Забердес аналарымыз әзелден ақ көбі пісіп, май алып, меске айран құйып, торақ іслеп, өзлерінің шеберлігі менен көзге түскен. Ағасы Адылбай үйшінің қасында жүріп, қарүйдің тәскелерін тоқу, көклеу, хамуған безеу беру іслерін жақсы меңгеріп алған. Түн қойны, тынышлық күн сүргенде қарүйдің жеңіл желпі іслері қолға алынады. Жүнлерді бояп, рең беруде үйлесімділік, бірін екіншісі такрарламау лазым. Қарүй хамуған кереклі дәскелерді іслеу бұл жерде жақсы жолға қойылған. Қарақалпақ қарүйы басқа халықтар арасында өзінің мәлелігі менен айырылып тұрады, һәм бай безену дәскелеріне ие. Ағасы Адылбай қарүй дәскелерін соғып атырса, қарындасы Құндыз қарүйге эстетикалық безеу беру іслері менен бәнд. Ағасының қасында жүріп, қарүйдің дәскелерін тоқу, көклеу, хамуған безеу беру іслерін жақсы меңгеріп алған.
жезши тоқу оғада құрамалы іс. Ал оны кәміне келтіріп іслеуде құндыздың шеберлігі өз алдына. Міне, көз алдыңызда ісленіп атырған бұл көріністе жезши тоқылып, ақ отау құру анжамында. Шаңарақ адам баласының баспанасы. Оның таяр болуы отау бой көтерді деген сөз. Шаңарақ құрылысы қари иесінің мүлде өзгешелігін көрсетуші элемент болып табылады. Шаңарақ теңлік, бір жерге жәмлеу һәм бірлік нышаны. Қари сүйегі тікленгеннен соң, оның орта белінен һәм жоғарысынан ішкі белбеу, сыртқы белбеу деп аталушы құр менен айландырып бекітіледі. Керегені ұслап тұрушы бұл құрлар қариды эстетикалық безеу мақсатында атқарады. Қариды дөретуде ағаш ұсталары, нағыз оюшылар, кілем тоқушылар, өрнек тігушілер, киіз басушылар, бойра һәм шыпта тоқушылардың шеберліктері біріккен болса, міне, солардың һәммесі бұнда жәмленген. Қариды құру өз дәстүрлеріне ие. Қари харемнің ішінде, жайға кірер есіктен қашық емес жерінде құрылады. Қаде бойынша қаридің есігі қоблаға қарайды. Шебер қолы қыздың қолынан бәният болған бұл отау ұлы тойға ниет етіп тігілді. Дәуірге сай жаңа мазмұн беріп байытты. Тойдың ақ отауы тігіліп, құтлы қонағына құшақ ашып тұр. Онда жаңа өмірге қадем тасланады. Демек, бұл жез отау шын мәнісіндегі тойхана еді. Өнерлі халықтың және бір озық ойлы әулады толды. Реңлі қамсылардың құбылған келбеті жақсылық һәм тыныштықтың нышаны, берекеттің бағы бостаны.